Жер жүзіндегі қауіпсіздікті қаперде ұстап, бейбітшіліктің бекем болуын көздеген сарапшылар бас қаламызға жиылды. Әскерлік алаңда қазақ елінің көшбасшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен жаңа жаһандық шынайылық жағдайындағы сын-қатерлер талқыланды. Сөйтіп, Ресей, ақш, Түркия және Германиядан келген меймандар таяу шығысты шарпыған лаңкестік әрекеттерге қарсы күш жұмылдыратын ортақ жоспар түзуге бекінді. Әріптесім Индира Жылқайдарова қазір тікелей байланыста. Бұл туралы жан-жақты әңгімелейді. Кеш жарық Ғани, құрметті көрермен. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының Ресей, ақш, Түркия және Германия сарапшыларын түйінді түйткілдерді бірлесіп шешуге арналған іскерлік алаңға жинауы бекер емес. Жаһандық қауіпсіздікке бірлесіп күш жұмсап, терроризм мен экстремизмнің алапат әсерін жою мемлекет басшысы ұстанатын басты қағида. Жаңа жаһандық шынайылық. Бұл бүгінде геосаяси принциптердің түбегейлі өзгеруі, санкциялық шектеулер, лаңкестіктің белең алуы, президент аймақтық тұрақтылық сын-қатерлер мен қауіптерге тоқталғанда бұл мәселеге салмақтылықпен қарап, бүкіл әлем болып қарсы тұру туралы айтқан болатын. Расында орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі өзекті тақырып. Таяу шығыстағы күрделі жағдай, Сириядағы шиеленіс, Ауғандағы соғыс, оның ақш әскері шығарылғаннан кейінгі кейпі, талибандардың өктемдігі, Даиш бүлікшілерінің әрекеттері, мұның бәрінің қауіпсіздікке ықпалын тигізбей қоймайтыны мәлім. Жалпы осы радикалдық исламизм мен діни экстремизммен күрес басты тақырып. Конференцияға шетелдіктермен пікір алысуға Қазақстанның ірі сараптамалы орталықтарының қызметкерлері, Қорғаныс министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының өкілдері де жиылды. Қазақстанда жағдай тұрақты болғанымен алда барбауға іліккендер жоқ емес. Сегодня точкой такой турбулентности. Бүгінде әлемдік қауымдастыққа таяу шығыстағы жағдай кері әсерін тигізіп отыр. Ондағы экстремистік әрекеттер лаңкестікке ұласып, өз алдына бөлек жойқын күштерді үйленіп алған. Дегенмен, таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы ахуалдардан жақсы сабақ алуға болады. Сондықтан өздерін жеке мемлекет санап жүрген террористік ұйымның болашағы болмауы керек. Өйткені олар адамзат қауымын жақсылыққа, шынайылыққа тәрбиелемейді. Сұхбат алаңында халықаралық терроризммен күрес жөніндегі жаһандық желі құрудың маңыздылығы да айтылды. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында ұсынған бастамасы. Исламшылдардың іріткі салуына қарсы әлем болып жұмылуды ұсынған Қазақстанның қауіпсіздіктегі рөлін бүкіл шетелдік сарапшылар ерекше жоғары бағалап отыр. Қазақстанның бітімгерлік миссиясына да тоқталды. 25 years ago, Қазақ елінің көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік деңгейдегі бірқатар бастамалардың авторы. Мәселен, осыдан 25 жыл бұрын оның саяси сарабдалдығының арқасында Семей ядролық сынақ алаңы жабылды. Сөйтіп, жаһан елдеріне ядросыз өмір сүру туралы үндеу жолдады. Ал қазіргі бастамалары тіпті маңызды. Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында айтқан батыл бастамаларын ерекше атап өткім келеді. Индира, қауіпсіздік мәселесі расында аса маңызды. Жаңа өз сөзіңде Ресей мен Түркияның өкілдері де келді деп атап өттің. Олар қандай пікір білдіруде? Ғани, көрші досымыз Ресей мен бауырлас ел Түркияның сарапшылары да өз пікірлерін ашық әрі еркін білдіре алды. Жиында қатар отырған екі тараптың өкілдері де Қазақстанға сенім білдіретінін атап өтті. Олар кикілжің жасаған жоқ, дауласқан да жоқ. Тараптар ғаламдық кеселмен күресу жолдарын қазақстандық сұхбат алаңында бірлесе іздеді. Қазақстанның жаһандағы саяси мәртебесі жоғары, әсіресе мемлекеттер арасын жақындастыруға зор үлес қосады. Бүгінде ол шығыс пен батыстың арасын жалғайтын алтын көпір десек болады. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың кемеңгер тұлға екендігін көрсетеді. Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nazarbayev'in de Нұрсұлтан Назарбаев әлемге бейбітшілік орнату қозғалысының да көшбасшысы. Дамыған елдердің президенттері оның пікірімен санасады. Әскери саяси қақтығыстар мен идеялар соғысы бұл үлкен мәселе. Сондықтан әскери күштік құрылымдар ғана белсене қызмет етіп қоймай, халыққа түсіндіру жұмыстары да қарқын алуы тиіс. Қазақстандықтар да, шетелдік сарапшылар да осындай ой түйді. Біз жаңа жаһандық шынайылық дейміз. Әлемдік кейбір саясаткерлер бүгінгі жағдайға салқын соғыс дәуірі деген атау беріп отыр. Қалай десек те, теріс пиғылды идеологияға жол бермей, орталық Азиядағы қауіпсіздікті сақтау, алдымен мұндағы әр елдің ішкі қауіпсіздігіне байланысты екенде ескерілді. Конференция аяқталысымен сарапшылар өңірлік қауіпсіздік мәселесін жабық есік жағдайында да талқылап жатты. Онда не айтылғаны бізге беймәлім. Ғани, сөз өзіңде. Рахмет, сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа қосылған тілшіміз Индира Жылқайдарова болатын.